Кеш жарық қадірлі көрермен, елімізге танымал жергілікті сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мұхаммедқали Тыналиннің шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, концертімізді бастамас бұрын назарларыңызда бейне роликке бұруларыңызды сұраймыз. Мұхаммедқали талантты дирижер, талантты музыкант, осының ұстазы профессор Хабидолда Тастанов деген Ахмет Жұбановтардан кейінгі өте білімдар, мынау домбыра аспабын мейлінше жаңғыртып көкке көтерген ұлағатты ұстазымыз, ол кісі менің ұстазым, Мәлгеждар Әубәкіровтің ұстазы болған. Олар енді айтамыз ғой, мынау өнерге жақын адамдардың жандар таза, табиғаты көркем, сұлу келеді деп. Мен осы сөзге Мұхаммедқали Тыналинге қарап мойындаймын. Бұл кісінің жаңағыдай өнерге деген көзқарасы, адамгершілікті алып келе жатқан қарапайым да жаңағыдай болмысы бөлек азамат. Оның кісінің жасаған аранжировкалары, мысалы, өзінің жазған шығармалары, пульттағы дирижерлығы, енді кейінгі уақыттарда кішкене сәл алшақтаған менен, дей тұрған менен, өзінің табиғатында арыда тереңде бойлап қарасақ, бойында көп сондай қасиеттер, өзгеге де бере білетін. Енді мінеки қазір филармонияның үлкен оркестрменен уақыттың аздығына қарамай 20-дан артық шығармаларын жалпақ жұртына естіртіп тыңдатамыз деп отыр. Бұл оркестрдің де мынау көркемдік жетекшісі, бас дирижері Айтқали Жайымов ағамыз. Осындай оркестрменен бүгінде Мұхаммедқали Тыналиннің творчествосын, яғни шығармашылық кешін өткізу керек, әлі де таныту керек. Мұхаммедқали менен бір-екі көрсетемені өзінің курстарының ішінен сорылып алға шығып, оркестрге түсіру өнерін, композиторлық өнерімен айланыса бастады. Ол мына музыкалық теоретический сабақтар терең меңгерді, гармония деген сабақтарды, мына оркестрге түсіру мәселесінде
Күмісбековтен, Латип Хамиди, тағы сондай ұстаздардан бәріміз бірге сабақ алдық. Мен соның арқасында Мұхаммедқали үлкен дәрежеге көтерілді, көптеген шығармалар жазды. Оның бір еңбегі мына енді бұрынғы Целиноград кезінде қазіргі астанамыз қазақ өнерінің жаңадан ғана тәй-тәй басып келе жатқан кезінде Мұхаммедқали консерваторияны бітіргеннен кейін сол еліне барып үлкен еңбек сіңірді. Мен Мұхаммедқалиді 76 жылдардан бері білемін. Алматы консерваториясында бірге оқыдық. Сол заманда 76 жылы Ғазиза Жұбанова, біздің ректорымыз, Алматы консерваториясының ректоры, Шалқыма деген ансамбльді құрған. Ол ансамбльде Мұхаммедқали солист ретінде, домбырашы ретінде өте жақсы көзге көрінді. Ол ансамбльдің мүшелері Әлібек Нишев, Нагима Ескалиева, Тілес Қажғалиев, онда көркемдік жетекші болды, Дүйсен Касиинов, Серік Еркенбеков деген азаматтар, қазіргі біздің әйгілі музыканттарымыз, халық артистері қызмет жасадық. Мұхаммедқали Тыналин қазіргі кездегі музыканттардың ішіндегі ең бір көрнектісі. Кезінде академик Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектепте білім алған, кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында домбыра класынан профессор Тастановтан және оркестрмен дирижерлаудан Батыр Абдықалықовтан бітірген. Орталықтан алған терең білімін туған жеріне келіп ыждағаттылықпен, қажырлықпен іске асырып, осы күні елінің алғысына бөленген азамат. Домбырашы, дирижер, ұстаз, композитор, оркестрге өңдеуші Мұхаммедқали өз халқының дәстүрлі өнерін қалай жақсы меңгерсе, бүкіл дүниежүзілік әлемдік классиканы да өте биік деңгейде игерген жоғарғы сауатты музыкант. Оның өзінің жазған төл әндері мен күйлері, ансамбльдері мен оркестрге арналған немесе өңдеп түсірген оркестрлік шығармалары ешкімге ұқсамайтын өзіндік бағыты бар ерекше туындылар. Қазір Мұхаммедқали үлкен шығармашылық өрлеу жолында. Алдағы уақытта Мұхаммедқалиға деннің саулығын тілеп, өзінің халқын жаңа туындылармен қуанта берсін демекпіз. Сонау 91 жылы осы ол кезде Ақмола Целиноград болып тұрған кезінде қазақ театрын ашамыз деп Қалибек Қуанышбаев театрын ашуға осы 91 жыл келген кезде сонда алдымыздан шығып күтіп алған осы Мұхаммедқали Тыналин ағамыз болатынды. Мұхаммедқали ағамыздың жалпы осы Ақмола Целиноград өңіріндегі музыка өнеріне деген қосқан үлесі орасан зор деп айтсақ артық айтқандық емес. Қазақ оркестрін қаптаған қалың орыстардың, басқа да ұлттың өкілдерінің арасында біздің қазақ халқы бір 16% болған кезде сол жерде қазақ оркестрін құрып, қазақтың қара домбырасын сөйлетіп, қазақтың ән күйін дәріптеп, осы мына музыка училищесі, қазіргі өнер университеті музыка училищесі болып тұрған кезде, ол кезде ол кісі кафедра меңгерушісі болып қызмет істеген. Сол кезде осы мені шақырып, Нұрай, мына жерде осы қазақтың қара домбырасымен ән айтатын балалар аз. Сол қазақтың қара домбырасымен ән айтатын балаларды қабылдайық. Мына біздің кафедраның жанынан ән бөлімін класын ашайық деп, сонда ең бірінші осы 94 жылы ғой деймін, ұмытпасам 94 жылы алғаш осы дәстүрлі ән класын ашқан болатынбыз. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын, өмір бақи осы өнерге өз өмірлерін арнап келген Асқар Таудай мықты ағаларымыздың ішінде осы Мұхаммедқали Қасенұлы Тыналин ағамыз бар. Осы Мұхаммедқали Тыналин ағамыздың шығармашылығы өте кең, ауқымды. Керемет сазды күйлері, әдемі әндері,
жанға үлкен жылу береді. Мұхаммедқали ағамыз туралы айтатын болсақ, ол мықты дирижер, мықты композитор, ұлағатты ұстаз. Және тағы бір айта кететін, бірі білет, бірі білмейді. Осы біздің Астана филармониясының қазақ оркестрінің ең алғаш дирижері болған осы Мұхаммедқали ағамыз. Қонақта Астана мемлекеттік филармониясының музыка өңдеушісі, Қазақ ұлттық музыка академиясының аға оқытушысы, белгілі композитор Мұхаммедқали Тыналин ағамыз. Мен өзім туып өскен жерім осы қала. Осы Астана? Осы Астанада туып өстім. Ол кезде ол Акмолинск деген қала болды, одан кейін Целиноград болды, одан кейін Ақмола болды, қазір міне Астана. Аты өзгерсе де зат өзгермес, ол өзім туған қалам осы Астана. Бардым да тек Алматыда оқыдым, қайтадан өзім туған қалама қайтып келдім. Алаға, сіз қазақ оркестріне, фольклорлық ансамбльдерге ән, күй шығарма жазып жатырсыз. Халыққа кеңінен танылған біздің дала, балдырған деген әндеріңіз, наурыз күйіңіз, көрермендер жақсы қабылдап жатыр. Тағы да өзіңізден шыққан қандай туындыны атап өтер едіңіз? Ой, туындылар көп қой, ол енді мен көбіне жазатыным сол ұлт аспаптар оркестрі және фольклорлық ансамбльдерге соларға шығармалар жазам. Билер, мысалы, жайлау биі деген бар, шілдедегі шілдехана биі, сондай Астана жастар биі деген бар. Содан кейін күйлер, күйлерді сол жеке домбырамен де ойнайды, орындайды, сосын оркестрлар орындайды, ансамбльдер, күйлер жазам, әндер жазам. Әндерді сол әншілерге жазып, сол өңдіп, оркестрдің не болмаса ансамбльдің сүйемелдеуімен сол әншілер әкелді. Мұхаммедқали ағамыз 1954 жылы Астана қаласында, бұрынғы Ақмола қаласында дүниеге келген. Осы қаладағы нөмірі 4-ші қазақ орта мектебін күміс медальмен бітіріп, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясына оқуға түседі. Консерваториясы қабырғасында елімізге белгілі өнер қайраткерлері Қабидолла Тастанов, Батыр Абдықалықов, Кенжебек Күміспеков, Латиф Хамиди, Ғазиза Жұбанова сынды өнер шеберлерінен дәріс алып, домбырашы әрі оркестр дирижері мамандықтарын игереді. Белгілі фольклортанушы Бағдәулет Амановтың басқаруымен фольклорлық экспедицияға қатысып, жазылып алынған ән мен күйлерді нотаға түсіріп, дәулескер дала күйшілерімен кездесіп, үлкен әсер алады. Бағдәулет Амановтың гармония, сольфеджио, фольклор негіздерінен жеке дәріс беруі, күшейтілген бағдарламамен домбырашылыққа баулуы Мұхаммедқали Тыналиннің беделді музыкант болып қалыптасуына зор үлес қосады. Дәріс ала жүріп, Гүлдер ансамблінде жеке домбырашы, Құрманғазы атындағы қазақ ұлт аспаптар оркестрінің домбырашысы міндетін қоса атқарады. Тек Қазақстан аумағындағы емес, Мәскеу, Ленинград, Киев, Дондағы Ростов, Орынбор қалаларында өнер көрсетіп, Чехословакия, Алжир елдерінде концерттік сапарда болады. Консерваторияны бітірісімен өзінің туған қаласы Целиноградқа келіп, өнер ұжымдарын құрып, шығармашылықпен шұғылданады. 80 жылдары тың игерушілер сарайының Алтын дән, облыстық филармонияның Армандастар эстрадалық ансамбльдерінде, 90 жылдары музыкалық колледжде қазақ оркестрін ұйымдастырып, қазақ халық аспаптар бөлімін меңгереді. Оның шығармашылығындағы ең үлкен жетістік, дәстүр сабақтастығын жалғастыра отырып, шәкірт тәрбиелей білу. Өнер жолында төккен жасаған еңбегі бағаланып, Мәдениет министрінің бұйрығымен Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі атағына ие болады. Самалы жұпар саржайлау, сарарқа менің өз елім, толқыны көңіл тербеген есілім ерке өзенім. Сахнада есілім еркем атты шығармашылық кештің иесі, мәдениет саласының үздігі Мұхаммедқали Тыналин. Қарсы алыңыздар. Мұха, халқыңыздың қошеметін қабыл алыңыз.
Қадірлі ағайын, концертімізді бастаймыз. Есілім еркем күйі. Орындайтын. Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтқали Жайымов. Дирижер. Бүгінгі кешіміздің иесі Мұхаметқали Тыналин. Мұхаметқали Тыналиннің шығармашылығы әртүрлі жанрды қамтиды. Әндер, күйлер, пьесалар, билер. Ол еуропалық композицияның принциптерін қазақтың ұлттық ойлау қабілетімен біріктіре білді. Мысалы, классикалық вальс шығармасында орыстың данышпан композиторы Чайковскийдің стильдік белгілерін керемет жеткізе білді. Бұл шығармада орыс композиторының өзіндік стиль ерекшелігін жанымен түсініп, өз көз қарасымен ұштастыра отырып тамаша туынды жасады. Ендеше тыңдап көрелік классикалық вальс орындайтын оркестр.
Ақмола өңірінен шыққан дарын иелерінің бірі атақты домбырашы, ұстаз, халық композиторларының көптеген күйлерін зерттеп, жарыққа шығарып кеткен Жақсылық Мұқанов еді. Ел арасында домбыра күйлерін насихаттап, еңбек жолында көптеген домбырашы мұғалім, шәкірттер тәрбиелеген ол, өмірден ерте кетсе де артында өшпес із қалдырды. Журналист сазгер Ескермес Иманбаев. Жақсылық Мұқанов кісілігі мол, туған туысқандары мен достарына тіпті танымайтын адамдарға қол ұшын беруге әрқашанда дайындын. Бойына адамгершілік пен ізгілік қасиеттерді сақтай білген ұстаз, күйші домбырашы, сазгер деп жазады. Міне осындай жаны жайсаң азамат бүгінгі кеш иесінің әрі туыс, әрі рухани ағасы еді. Ендеше аға рухына арналған Жақсылық күйін қабыл алыңыздар. Орындайтын оркестр. Оркестрдің алғашқы орындалуында интермеццо.
Жайлау биі орындайтын оркестр және Алтындән халық би ансамблі жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері Людмила Гаценко. Мұқаңның халқымыздың шат көңілін күймен жеткізе білген Нұрғиса Тілендиевке арналған дарынгер күйін қабыл алыңыздар. Дирижер, мәдениет қайраткері Нұрлан Бекенов.
Балдырған әні, сөзі Ескермес Иманбаевтікі. Орындайтын халықаралық конкурстардың лауреаты Күнсұлу Тұрлыбекова. Қанатым сені, ләззәтім сен, өмірдің гүлі. Қуанышым, жұбанышым, жүректің үні. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Аймалайын, айналайын, өзіңсің назым. Жан өзегім, өзіңсің сазым. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Мың бұраушы домбырамсың, төгілші күйі. Самға көкке, басы көкке, отаның үйі. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Өлдеші менің жан бөпем, күлімдеші менің бал бөпем. Қарақат көз таудай боп өс, әніміз сен ерекем. Қарақат көз таудай боп өс, әнім сен ерекем. Шілдедегі шілдехана биі.
Наурыз күйі орындайтын оркестр, дирижер, Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қарасай Сайжанов. Астана жастар биі оркестрдің сөймелдеуімен шертер аспабында орындайтын Мұхаммедқали ағаның төл шәкірті Темірлан Зейнекин.
Оу адамзат. Әні мен сөзі автордікі. Орындайтын халықаралық байқаулардың лауреаты Данияр Мұқан. О адамзат, домбырамды қолға алам, күй шалқатып, ән шалқатып толғанам. Сәби өмір, санал өмір, қарт өмір, ғажап өмір қызығыңа таңданам. Сәби өмір, санал өмір, қарт өмір, ғажап өмір қызығыңа таңданам. Бұл өмірде қазақ көп, той думан көп, адастырып алдайтын қу суман көп. Өз жолыңды өзің білмей адассаң, ақыл айтар ағайын көп, туған көп. Сол ағайын ақылына көңіл бөл, көңіл бөлсең ашылады жарқын жол. Осы сөзді құлағыңа ілмесең, Абай айтқан мейлің тіріл, мейлің өл. Осы сөзді құлағыңа ілмесең, Абай айтқан мейлің тіріл, мейлің өл. Сабырлықпен саспай бассаң қадамды, ұятқа қалып күлдірмейсің адамды. Егер жүрсең көкірегіңді көтеріп, түп ақыры тартасың сен сазаңды. Бұл өмірде жұртқа жаман болмашы, дүниеде сен келе жатқан жолаушы. Жалғыз жүрген қараңғыда адасар, дос жараның болсын демеп қолдаушы. Балапаным қанат қағып ұшсын деп, ұшсын көкке бақыт жырын депсін деп. Әке жолын бала қуар деген бар, қуса егер бақыт нұрын төкті деп. Бұл сөзімде өсиетте бойлама, өсиет айтар ақсақалды қарт баба. Күй көрнеген беделді бір тарланмын, халқыма сөзім жетсе мен дана. Күй көрнеген беделді бір тарланмын, халқыма сөзім жетсе мен дана. Данияр Мұқан. Қуанса да, қайғырса да қолына қара домбырасын алып, қос шектің құдіретімен шерін тарқатқан қазақ халқының басынан не өтпеді.
Сонау қиын қыстау ашаршылық заманда ел қамын ойлаған бір азамат, бір үйір жылқыны қайшыдермен тұсап, бел асырып айдап әкетіп, біраз уақыттан соң үйірдегі жылқыны құлындатып, екесе көбейтіп әкеліпті. Осылайша елін аштықтан құтқарған екен деген аңыз бар. Осы аңыздың негізінде жазылған шідері қайыс күйін тыңдаңыздар. Тыңдайтын оркестр, дирижер Мұхаметқали Тыналин. Қадірлі көрермен, сазгер талантының жан жақтылығын оның туындыларының сан алуандылығынан аңғаруға болады. Мұхаметқали ағамыз қазіргі заман классика жанрында қобызға арнап жазған шығармасы «Кончерто штюк». Бұл сөз неміс тілінен аударғанда «дара концерт», не болмаса концерт пьеса деген мағынаны білдіреді. Қазір дәл осы шығарманы оркестрдің сүйемелдеуімен орындайтын халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Кенжегүл Мұсаева.
Өзі сазгер, ел шырқаған әні бар. Дирижорлық ісінен де тәлім ал, сырнай шертер, домбыраның шебері, гитара мен пианино тағы бар. Жаныңда жүр жарқылдаған жақсы адам, бір басында жеті өнердің бәрі бар. Сазгер, композитор, шебер домбырашы, дирижер, әуен әрлендіруші, ұлағатты ұстаз, бірнеше музыкалық аспаптардың құлағында ойнайтын музыкант. Қадірлі ағайын, Мұхаметқали ағаның күйшілік өнерін тамашалайтын сәт енді келді. Домбыраны көне сарында, қазір өте сирек кездесетін шалыс бұрауға келтіріп, тағы бір тамаша туындыға кезек берейік. Музыка тілінде секунда деп аталатын осы бұрауда араб сарынында жазған әлбекесін ән күйін назарларыңызға ұсынамыз. Сахна төріне бүгінгі кештің иесі Мұхаметқали Тыналин ағамыз шақырайық. Қадірлі көрермен қауым, жуырда ғана дүниеге келген сиясы кеппеген шығарманың бірі ғасырлар пернесі атты күй дивертисмент. Оркестрмен қосылып алғашқы рет орындалғалы тұр. Жеке домбырада автор, дирижер Қарасай Сайжанов.
Шығыс пен батыс шырмағы. Орындайтын оркестр, дирижер Қарасай Сайжанов.
Қадірлі көрермен, тағы бір классика жанрына көңіл аударсақ. Флейтаға арнап жазылған табиғат аясындағы бақташының әуені «Пастораль». Жеке орындауда ұлы тұлға, ұстаз Қайролла Жұмакеновтың шәкірті Мұхаммедқали ағамыздың қызы Перизат. Дирижер Мұхаммедқали Тыналин. Тоты құс әні. Өлең жазған жергілікті ақын журналист Смағұл Рахымбеков. Орындайтын Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының иегері Нұрай Танабаев. Сертім бар саған қоя, бірақ қана сен менен тоғысып шырақтама. Тастама арқа сүйер демеушім бол, тағдырым сүріндіріп толатса да. Көңілдің орманындай бұлбұлымсың,
қуантар сезімімді нұр күнімсің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Сертім бар саған қояр бірақ қана, сен уат өміреге жылатса да. Айнытма жүрегімнің лүпілдерін, жүз жігіт қатар келіп ұнатса да. Көңілдің орманындай бұлбұлымсың, қуантар сезімімді нұр күнімсің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Сертім бар саған қояр бірақ қана, ұясал көңіліме тұрақтада. Тоғыз әрқашанда жүздесемін, өзіңмен сыр жасырмай шынақтара. Көңілдің орманында бұлбұлымсың, қуантар сезімімді нұр күнімсің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Тоғыз білесің бе, сен менің жүрегімнің дүрсілісің. Айтайын сен тыңдашы, досым жолдасым, ағайым мен туысқандар құрбы құрдасым. Өмір деген өтер көзді ашып жұмғанша, қалдырайық ізімізді аман тұрғанда. Ойланайық, толғанайық бәрімізде, сау болайық жасымызда кәрімізде. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әрқашанда. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әрқашанда. Сары алтындай сары арқан бақтай гүлдесін, қазағымыз жамандықты мүлдем білмесін. Ару қыз бен ер жігіттер шалқып сайрасын, қарақат көз мөлдір көздер жанып жайрасын. Ойланайық, толғанайық бәрімізде, сау болайық жасымызда кәрімізде. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әрқашанда. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әрқашанда. Ақсақалды аталар мен әже аналар, ұрпақ үшін көпті терін бала бағалар. Қиын заман, қыстау заман артта қалды ғой, халық таңдар
жалықпаңдар осы айтар ой. Тойланайық, толғанайық бәрімізде, сау болайық жасымызда кәрімізде. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әр қашанда. Ер болайық, ел болайық, күш кернеген бел болайық, шарықтасын шабытымыз әр қашанда. Шарықтасын шабытымыз әр қашанда. Нұрай Танабаев. Қадірлі көрермен, күй өнерінің хас шеберлері атанған Тәттімбет, Тоқа, Қыздарбек, Әбді, Сембек, Сатан, Салық, Аққыз күйшілердің қоспасар атты күйлері бар. Осы күйшілерді үлгі тұтып, ізін басып келе жатқан Мұхаметқали ағамыз күйінің атын ізбасар, қоспасар деп атады. Олай болса, дәл осы күйге кезекті берейік. Қабыл алыңыздар, орындайтын оркестр, дирижер Мұхаметқали Тыналин. Мұхаметқали Тыналиннің қазақ оркестріне өңдеп, лайықтап шығарған Виктория шығармасы ерекше орын алады. Сондықтан да осы шығарманы тыңдауға ұсынамыз. Даниэль Вильямс, Виктория.
Мұхаммедқали Тыналиннің әні «Біздің дала». Орындайтын Берік Ержанов.
Ашық аспан, кең далам мөлдір болақ, жер жайнаған гүлдермен жасыл құрақ, таутас ағаш жопардай ауасы бар, шаттанамын қазақтың даласына. Ақмола жайлау би әнмен күй әсем балауса, күйізі яспен сыйы бәр тамаша, құрт пен май қаймашай шұбат қымызы, сазды қобызы, сабан той асық ойны бәйге жарысы, арқан тартқан алты бақан күрес сайысы, ақындардың жыраулардың айтыс термесі, қазағымның өнер көрмесі. Киік қуған аң аулап тұлпар мінген, кәусәрімді қандырған мөлдір сумен, қуанышты бақытты жастық шағым, бейбіт аспан астында атқан таңы, жайлау би әнмен күй әсем балауса, күйізі яспен сыйы бәр тамаша, құрт пен май қаймақ шай шұбат қымызы, сазды қобызы, сабан той асық ойны бәйге жарысы, арқан тартқан алты бақан күрес сайысы, ақындардың жыраулардың айтыс термесі. Бірге Көкшетау алатауым, Балқаш көлім, орманым бақша бауым, Құрманғазы, Қажымұқан Біржан Сара, туып өскен жасасын біздің дала. Жайлау би әнмен күй әсем балауса, күйізі яспен сыйы бәр тамаша, құрт пен май қаймақ шай шұбат қымызы, сазды қобызы, сабан той асық ойны бәйге жарысы, арқан тартқан алты бақан күрес сайысы, ақындардың жыраулардың айтыс термесі, қазағымның өнер көрмесі, қазағымның өнер көрмесі. Жаса қазақ! Мұхаммедқали Тыналин. Астана! Берік Ержанов. Рахмет аға. Құрметті халайық, осымен мәдениет саласының үздігі
Композитор Мұхаметқали Тыналиннің Есілім еркем атты шығармашылық кеші өз мәресіне де келіп жетті. Бүгінгі кешіміздің құрметіне Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев мырзаның атынан ықылас гүлі. Сонымен бірге Астана қаласы мәдениет басқармасының басшысы Болат Мажағұлов мырзаның атынан алғыс хат.